Мүлкаман Қалауов атындағы өнер мектебінде Дина Нұрпейісованың 160 жылдығына орай күй данасы Дина атты оқушылар арасында күйшілер байқауы өтті. Оған Қазалы, Қармақшы, Арал, Жаңақорған, Шел аудандарынан және Қызылорда қаласынан жалпы 100 бала қатысып, күмбірлете күй төкті. Бәрінің мақсаты бір, олар Дина апамыздың өнер әлемінде өзіндік нақыштағы өрнегін әрі қарай дамыту. Бүгінгі байқауда талапкерлер екі кезеңде бақ сынасты. Алғашқы турда Дина Нұрпейісованың, екінші кезеңде өздерінің қалауы бойынша күйлер орындады. Ал конкурсқа облыстық білім басқармасы мен Дарын облыстық қосымша білім беру орталығы қолдау білдіріп отыр. Оқушылардың жас ерекшеліктері 8 жастан 14-15 жас аралығында болып жатыр. Күйдің байқаудың мақсаты осы Дина апамыздың күйін және оқушының өзінің таңдауында бір күйді орындау. Қазір осы байқауға қатысушылардың барлығына сәттілік тілеймін. Жеңімпаздар байқаудың соңында байқаудың бас жүлдесі және бірінші, екінші, үшін орын иегерлері дипломы табысталады.